Ассалаумағалейкум көрермендерім. Мен бүгін сіздерге әртүрлі пішінді бауырсақтарды пісіріп көрсететін боламын. Ол үшін бізге 800 грамм ұн, 200 мл сүт, жылы, 3 түйір жұмыртқа, күнбағыс майы 100 мл, разрыхлитель 10 грамм, 10 грамм дрожж, 100 грамм қант, 1,5 ас қасық тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, илеп аламыз. Дайын болған қамырды жылы жерге қоямыз. Қамырымыз ашығаннан кейін оны 3 бөлікке бөлеміз. Қамырдың бір бөлігін теңдей етіп 11 бөлікке бөліп аламыз және оны домалақ етіп жаямыз. Дайын болған қамырдың шеттерін теңдей 8 бөлікке бөліп, ортасына дейін жеткізбей кесеміз. Кесілген шетінің бір жақ ұшын ұстап, ортасына жабыстырамыз. Жақсылап жабыстырғандарыңыз абзал. Қуыру барысында ашылып кетуі мүмкін. Осылай домалақ қамырымыздың шеттерін кесіп, ортасына бір жақ ұшын жабыстыру арқылы бауырсақтарымызға әдемі гүл пішінін береміз. Мен бұл бауырсақты гүл бауырсақ деп атадым. Дайын болған гүл бауырсақтарымызды бетін әрбірін дайындаған кезде салафанмен жауып қойғандарыңыз жөн, кеуіп қалмас үшін. Қызып тұрған майымызға гүл бауырсақтарымызды жақсылап тағы бір мәрте ортасын басып қуырып аламыз. Міне біздің гүл бауырсақтарымыз дайын болды. Біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Енді қамырдың екінші бөлігін 3 бөлікке бөлеміз және бір бөлігін домалақ шарик етіп теңдей бөлікке бөліп, оны ағашқа түйреміз 2 түйірден. Домалақ қамырларымызды дәл осылай етіп ағашқа түйреміз. Келесі екінші бөлігін жүрек пішінді формамен кесіп, мұнда ағашқа түйреп аламыз. Қалған қамырдың үшінші бөлігін ұзынша төртбұрыш етіп кесіп аламыз. Бұл дайын болған қамырларымызда жалпақтау ағашқа түйреміз де оған бантик пішінін береміз. Кішкене балапандарымызға арнап дайындаған ағашқа түйрелген бауырсақтарымызды қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Піскен бауырсақтарымызды салфетка төселген ыдысқа салып майын сарқып аламыз және дайын болғаннан кейін қанттың ұнтағымен, яғни сахарный пудраны сеуіп әсемдейміз.
қамырымыздың соңғы 3-ші бөлігін жіңішке жұқа етіп жайып жіңішкелеп кесеміз және қызып тұрған майға араластырып отырып қуырып аламыз. Бұл бауырсақ ши бауырсақ деп аталады. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Ши бауырсақ, гүл бауырсақ және ағашқа түйрелген кішкене балапандарымызға арналған бауырсақтар. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің ойларыңыз мен үшін маңызды. Қазақы каналдардың дамуына атсалысқандарыңыз үшін рахмет.